Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тауық етімен жасалынатын палаудың рецептімен бөлісетін боламын, және жалпы палау жасаудағы 3 құпиямен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қазанымызға сұйық майымызды құямыз, және мен малдың майын қосамын. Тоң май осы толық еріп, май қатты қызу керек. Бұл бірінші құпиясы. Май қатты қызғаннан кейін етімізді саламыз. Қандай ет болса да майды жақсылап қыздырып алуымыз керек. Екінші құпиясы бұл сол етті қып-қызыл қылып қуырамыз. Жақсылап. Оған дейін пияз бен сәбізін турап аламын. Ет қызарып қуырылып жатыр. Тағы да кішкене қуырамыз. Енді пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осы жерде үшінші құпиясы бұл пиязды да қызартып қуырып аламыз. Енді күрішімізді дайындап қоямыз. Менде осындай кесемен 3 кесе толтырып саламын. Ыдысымызға салып, күрішті жақсылап жуу керек. Су ағарғанша жақсылап жуып аламыз. Енді мына жерде пиязымыз сарғайып қуырылып жатыр. Енді сәбізімізді саламыз. Одан кейін тұз салуды ұмытпаңыздар. Тұзымызды салып, жақсылап 10 минуттай қуырып аламыз. Мен 10 минуттай қуырып алдым. Енді суымызды құямыз. Су осының бетін жауып тұру керек. Енді кішкене осындай бір бөлік нават және чесноктың бір басын саламын. Жуып тазалап. Енді қайнатамыз. Қайнағаннан кейін тұзын көреміз. Тұз аз болса тұзын саласыздар. Одан кейін бірден күрішін сала берсек болады. Күрішті салып, қасығымыздың көмегімен осылай жаямыз. Және оттың астын жоғарылатып, қатты қоямыз. Қайнатамыз 10 минуттай. 10 минут қайнағаннан кейін осылай су сарқылады. Одан кейін шетін ортасына жинап қасықпен осы видеода көрсетілгенде жасаймыз. Және оттың астын азайтып, қасықпен осылай 3 жерден тесеміз. Бетін нығыздап жауып, жай отта 10-15 минуттай пісіреміз. Мен мына жерде қақпақты орамалмен орап жауып жатырмын. Ешқандай бу шықпасын, өз буында піссін деп. Менде 10 минуттай өтті, 15 минуттай. Енді астын өшіремін де, тағы 10-15 минут бұқтырып қоямын. Сонымен уақыт өтті. Міне қарасаңыздар, палауымыз дайын болды. Енді жақсылап араластырып аламыз бірінші. Және арасындағы чеснокты алып тастаймыз. Бірінші жақсылап астын үстіне жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ыдысымызға сала берсек болады.
және үстіне пиязымызды турап қойып ұсына берсек болады. Өте дәмді, керемет болып шықты. Мен айтқан ережелерді сақтай отырып пісірсеңіз, палауыңыз өте керемет болып шығатын болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк баса кетіңіздер. Сау болыңыздар.